Рисовый кашаның дәл осындай крем сияқты болып шығуының қыр-сырымен дәл осы видеода бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама қош келдіңіздер, сіздермен Фариза асханасы. Күріштен жасалған ботқа таңғы асқа таптырмас тағам, әрі денсаулыққа өте пайдасы зор. Ал ендеше бісміллах деп ең алдымен күрішімізді қайнататын ыдысымызға салып аламыз да салқын суда 2-3 қайтара жақсылап жуып аламыз. Суымыз осындай тап-таза болады. Кейін молдау етіп су құйып, қатты отқа қайнатуға жібереміз. Үстіне міндетті түрде дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып, қайнағанша қатты отта, қайнағаннан кейін жай отқа қоямыз. Бір қайнап шыққаннан кейін осылай бетіндегі бірінші көбігін тазартып аламыз, жақсылап араластырып, ақырын отқа қойып 20-25 минуттың көлемінде күріштің суы тартылғанша, күрішіміз піскенше қайнатамыз. Мінекей, менде 25 минуттың көлемінде қайнады. Көріп тұрғандарыңыздай суы тартылып, күріштеріміз ісініп пісе бастады. Енді осы уақытта үстіне керегінше сүт құясыздар. Жақсылап араластырып, қайнағанша қатты отта, қайнағаннан кейін ақырын отқа қойып, тағы да 5 минуттың көлемінде сүт тартылғанша қайнатамыз. Мінекей 5 минуттың көлемінде қайнады, біздің кашамыз қоюлана бастады. Енді үстіне дәміне қарай қант саласыздар. Мен үлкен ас қасықпен 2 ас қасық қант салып, қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді астындағы отты өшіріп, үстіне сармай салып, қақпағын жауып, 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Мінекей 5 минуттан кейін біздің денсаулығымызға пайдалы таңғы асымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі біркелкі крем тәріздес болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Қорықпай жасай берсеңіздер болады. Бір жасағаннан ойыңыздағыдай шығуына 100% сенімдімін. Үлкен кіші барлығына бірден ұнайтын таңғы астардың бірі, сондықтан да аптасына 2-3 рет жасап тұруға кеңес беремін. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, үнемі рисовый кашасы дұрыс шықпайтын таныстарыңызға жіберіп қойыңыздар. Және де астында комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып, келесі видеода қандай видео рецепт шығатынымызды жаза кетіңіздер.